Сәлеметсіздер ме балалар? 2-ші сынып қазақ тілі пәні 124-ші сабақ сын есімді қайталау тақырыбы. 14-ші жаттығу мәтінді тыңда. Ұшақ пен тікұшақ. Әуежайда 2-3 күннен бері ұшақ пен тікұшақ қатар тұрған еді. Бір кезде ұшақ осы саған таң қаламын деді көршісіне қарап. Өзің тым шабан ұшасың. Сенімен салыстырғанда жай ұшатыным рас. Есесіне мен бір орында қалықтап тұра аламын. Көкке көтерілгеннен кейін бір орында қалықтап тұрудың қажеті не? Осылай деді де ұшақ тікұшақтың жауабын күтпестен ұша жөнелді. Кенет ұшақ төменге көз салса, бір кеме суға батып барады екен. Құтқарушылар бір орында қалықтап тұрған тікұшақтан арқан, саты түсіріп, кемедегі адамдарды құтқарып жатыр. Өзінің орынсыз сөзіне ұялған ұшақ бұлттардың арасына кіріп кетті. Мәтіннің авторы Бауыржан Ғұбайдуллин. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Тыңдаған мәтін бойынша өз ойыңды айт. Бұл мәтінде балалар ұшақ пен тікұшақтың әңгімесі туралы айтылады. Ұшақ тікұшақтың негізгі қызметін түсінбей, оған ыңғайсыз сұрақ қойып, алайда тікұшақтың пайдасын көрген соң өз қатесін түсінеді, балалар. Сол сияқты кез келген заттың өзіндік ерекшелігі, құндылығы бар. Сондықтан да тәкаппарлық танытып, өзіңді өзгеден артық санауға болмайды. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой мақтаншақтық дұрыс қасиет еместігі, орынсыз мақтанудың қажеті жоқ екені туралы. Ұшақтың қандай түрлерін білесің? Ұшақтың жолаушы ұшағы, жүк ұшағы, әскери ұшақтар, гидроұшақтар, шағын авиациялық ұшақтар деген сияқты түрлері бар. 15-ші жаттығу өлеңнің қатесін түзеп көшіріп жаз. Мынау жасыл қарындаш, мұнымен гүлді бояймын. Мұнда балалар гүлді емес, гүлді болады, Мұнымен гүлді бояймын. Мынау көк қарындаш, мұнымен суды бояймын. Өлеңнің авторы Ұлықбек Есдәулет. Сын есімдерді тап. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Өлеңдегі сын есімдер жасыл, көк сөздері, Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздер гүлді және суды сөздері. Гүлді сөзінде түбірі гүл, ді қосымша. Суды сөзінде түбірі су, ды қосымша. 16-шы жаттығу шығармашылық үзіліс. Берілген әріптер қатарындағы жасырынған сын есімдерді тауып жаз. Мұнда берілген әріптер қатарындағы жасырынған сын есімдер балалар көк, әдемі, лас, ала, ақ, ірі, таза, қысқа, сарғыш деген сын есімдерді тауып оқуымызға болады. 17-ші жаттығу жұмбақты оқып шешуін тап. Адам көтерген көк ала шатыр қалқып келе жатыр. Жұмбақтың шешуі парашют. Сын есімді тап. Дара күрделі екен айт. Мұндағы сын есім көк ала. Бұл көк ала сөзі балалар күрделі сын есім. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.